қойдым. Һәм бұл Венгрияға біздер Өзбекстан һәм Қарақалпақстан делегациясы болып бардық. Бұнда Қарақалпақстан делегациясынан 5 адам болып бардық. Ең топар басшысымыз бұл Низамаддин Бекжанов деген болады. Сол Низамаддин Бекжанов сол құрылтайда бір һәмме 20 мемлекет, 25 мемлекеттің ішінен сол біздерге Қарақалпақтың мадиярлар басшысы деп сол ақ патиясын беріп, сол фестивалды баслауына мұрат етті. Демек фестивальді сіздер баслап бердіңіз? Біздер баслап бердік. Сол Низамаддин ағамыздың ақ патиясыменен сол һәмме сол түрік халқы һәммесі ақ патиясын беріп, аумин десе барлығы аумин деп сөйтіп баслап берді. Һәм одан кейінгі ағамыз бұл Жолдасбайға Тұрдымұратов, бұл ағамыз сол жаулу мәресімінде Қарақалпақ халқына туралы шығып сөйледі. Һәм сол концертлердің ішінде Табысқанаға қанатып болады. Табысқан ағамыз шығып сөйлеп, сол Қарақалпақ мәдениетін, Қарақалпақ тарихын, Қарақалпақ дәстүрлерін сөйлеп шығып айтып берді. Одан кейін біз биыл сол жылы Зүлпия сыйлығының лауреаты болған Замира Алиева һәм мен сол екеуміз концерт құрып бердік оларға. Һәр мемлекет сол қатар тұрды, сол дізімде сол һәмме мемлекет шығып, өз дәстүрін көрсетіп, концерт құрып береді. 2 күн давамында концерт құрдық. Сол концертте сол Замира Алиева ойнап шықты, мен қобызда дастан айтып шықтым. Қайсы дастанды атқарғансыз? Қазір ғана айтып өткенім едіге дастанынан үзінді атқарғанмын. Бұнда венгрлер сол һәммесі бір адам азғантай кезінде шықтық біздер. Сонда біздер мен айтып боламан дегенше қарасам адамлар жиналып қалған, көп болып. Сөйтіп солар тамаша көйлер жиналып қалған. Сөйтіп біздердің лейлігімізге әуес етіп, һәм біздерге сол еледі тағы сол Қарақалпақ халқының мәдениеті еледі баюында сол тілеклер білдірді. Һәмме мемлекет өз байрақтарының астында тұрды. Біздер сол Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларының байрақтары тұрды ол жерде. Сол һәмме мемлекеттің арасында сол өз байрақтарымызды көру және сырт елде өз байрағымызды көру біздер үшін бір үлкен бір бақыт болды. Һәм қуанышлы бір еледе бір алдыға ұмтылуымызде бір түрткі болды. Біздер жақсы бүгінгі күнде жыраушылық өнерінде қайсы дастанларды, қайсы терме толғауларды жаңадан үйреніп жатырсыз? Қазір сол ұстазларымнан сол насихатларды, терме толғауларды, сол жиен жыраудың, посан ел, басқа жыраулардың сол насихат толғауларын үйреніп жатырман. Ал дастанға келетұғым болсам, мен қазір сол ұстазларыммен ойласқан қалда бір Ер Шора дастанына қолға алып ядлауға өз алдыма мақсат етіп қойпан. Бұл дастаннан әзірше басладым, бірақ еле бұны көрсетуге мен тайынман деп айта алмаймын. Себебі бұны барлығын ядлап болғаннан кейін һәм ұстазларымның сол шалалығымды айтып, шала жерлерін толықтырып болғаннан кейін, ал сен таярсың деген 2 ауыз жылы гәбіменен одан кейін бұл дастанды көрсет аламын қалды. Жақсы, Саламат қызықтыратығын және бір нәрсе бар да, бұл дастанларды үйреніп шығуда әрбір жырау үшін қанша уақыт керек болады? Яғни сол дастанлардың қосық сөзлерін, дастан сөзлерін өзін яд алуменен бірге қобызда сол наманы шерту үшін қанша уақыт керек болады? Енді бұның үшін бұрында біздерде ата-бабамыз, ата-баба жырауларымыз ұстазларының қасында жүрген. Ұстазларының қасында жүріп, тыңлап, сол арқалы ядлаған. Ал біздерде әзір кітап арқалы ядлаймыз, әм сол ұстазлардың қалған зәпсілері арқалы ядлаймыз. Бұнда енді бір анық мүддетті айта алмаймыз. Ал егер осы қобыз аспабына тек қана уақыт ажыратылса? Тек ұсыған уақыт ажыратылып, сол дастанға отырсаң, мәселен, сол намалары менен, сол қара сөздері менен полный бір дастанды үйреніп шығу, меніңше бір көп уақытты алмайды. 2 жылда бір дастанды үйренуге болады. Себебі бұл бір дастанды үйрену деген бір кітапты яддан айтып беру деген кеп. Бұл бір кітапты айтып беру аңсап болмайды. Жақсы, келің өз нәубетінде сол
дүртушілігіңіздегі жаңалықлар болса, тамаша көйлеріңізді таныстырып өтсеңіз. Дүртушілігімдегі жаңалықлар бұл кеше жақында осы Венгриядан республикасынан келгеннен кейін келешек ауазы таңдауында Қарақалпақстан қалалық басқышынан бірінші орынды алып, Ташкентке жолдама алғанмын. Құдай қаласа бұнда ертең қыста декабрь айында Өзбекстан жұмақлаушы басқышқа қатынасамын. Жақсы, сізге табыстар тілейміз. Өз нәубетінде келің. Сол жыраушылық өнеріне қызығушылық теңдесілеріңізге қала берді көрсетуіміз ықыласпен тілектеріңіз болса, мархамат етіңіз. Ол жыраушылық өнеріндегі теңдесілерім айтарым, ешқашан қобыз аспабында қосық айтып отса, шаршамасын, талмасын. Лапызы еледі жоғарға өрлей берсін. Менің айтатыным, әзір мәселен сіздер жас болуымызға қарамай қобыз аспабын ұстауымыз, бұл хайран қаларлық уақия емес деп ойлаймын. Себебі бұрынғы ұстазларымыз 15 жасынан ерген ұстазларынан кейінде біздер жас болуымызға қарамай ұстағанымызбенен бізден кейінгілер осындай қылып үйренеді деп ойлаймын, һәм сеніп қаламын. Біз жақсы, саламат, сізге біз табыстар тілейміз. Міне осы мәлейлігімізді дүние жүзіне танытуда сізге күш қайрат тілейміз, ешқашан шаршамаң дейміз. Әзілер, және бір мәртебе бүгінгі көрсетуіміз мейманын таныстырып өтем. Жас талант иесі жырау Саламат Аяпов болды. Және бір мәртебе студиямызға қош келіпсіз. Atanana kelme kattı soyutup alma cemanattın. Ol hem kızga nasihattın. Öz vaktinden bir gün yaşa. Hal dep koldu sozdurganга, ayda battı ozdurganга. Burun köyle tozdurganga, koşan bulup sürgün yaksa. Şerge as bolgandan canıgar jas bolgandan on sayakka bas bolgandan bir yakşıgan yergen yakşa. Sargayıptın seherinde, yaşlığının beherinde. Arkan gözden mehelinden işvatandan köyün yaşa. Қадірлі достар, міне көрсетуімізге жатылған уақыт жұмақланды. Демек, біз сіздерменен қоштасамыз. Өз нәубетінде өтіп отырған әрбір жұлдызлы ақшам демлері өмір дәптешіңізден мазмұлы демлеріменен орын алсын деген жақсы тілектерімізді білдіріп өтеміз. Аман болың.